Иран билігі хиджаб кимеген әйелдерді ұстау үшін дрондарды қолдана бастады. Елде бақылау күшейіп, билік заманауи технологияларды кеңінен қолданып жатыр. Камералар, бет-әлпетті тану жүйесі мен арнайы мобайл қосымшалар хиджаб кимегендерді бірден анықтайды. Мысалы, Тегерандағы Амир Кабир университетінің қақпасына орнатылған камералар хиджабсыз жүргендерді түсіреді. Көше бойындағы камераларда осындай принциппен жұмыс істейді. Ал қоғамдық көлікте назар қосымшасы бар. Мұнда жолаушылар хиджаб кимегендер туралы мәлімет жіберсе, ол бірден полиция базасына түседі. Билік мұнымен шектелмей, әйелдерді бақылау үшін Тегеран мен елдің оңтүстігіндегі қоғамдық орындарда дрондарды қолдана бастады. 2024 жылғы сәуірден бастап елде нұр деп аталатын операция бар. Яғни билік әйелдерді дәстүрді сақтауға күштеп бағындырып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше 2022 жылы хиджаб заңына қарсы наразылықтар кезінде 100 адам қаза тапқан. Хиджаб кимегендердің жазасы да күшейіп барады. Қазір айыппұл көлемі 8 миллион риал, шамамен 95 мың теңге. Ал қайта заң бұзғандарды 10 жылға дейін соттауы мүмкін. Бұған қоса билік хиджаб киюден бас тартқан әйелдерге арнап психиатриялық клиникалар ашуды жоспарлап отыр.